аға, бұл қазақтың топырағы құнарлы еді. Кенесары қуама деді. Есі дұрыс па Кенесары? Ленин атсын деп айтшы десең, бітті. Шұбарша деңіз. Шұбарша. Шұбарша. Не үшін балта шабуға мүдделі? Сөз бостандығы олар үшін тек жай сөз емес. Жемқорлық деп ойлаймын. Осы ғана балта шауып тұрған секілді. Өткенмен өмір сүруді қою. Көктеп көкірек тұрғаннан гөрі біз байқұс едік. Кітап білім, кітап ғылым, кітап ғалам, кітап қоғам, кітап әрқайсымыздың өміріміз. Яғни әркімнің өмірі өз кітабы. Тек жазушысы және оқырманы бөлек ағайын. Тектілер ту көтереді, тексіздер шу көтереді деген үлкен ұлағатты сөз бар. Яғни қазақ қоғамында шу көтермей ертеңін ескерген естілер ретінде ту көтерейік деген бүгінгі подкастымызды бастап, қоғамдағы кітап оқу үрдісі, құндылықтардың төңірегінде және мәдени майдандағы қазақ қоғамында не істей аламыз деген түйткілді ойларды ортаға салып, ел ағаларымен, бауырларымызбен қымызша сапырып, оқырманға ұсынсақ деген бізде ниет. Құрметті қазақ елі, жұманың қасиетті күнінде сағат 16:00-де бірдем арнасында шайымыздың демі басылмай жатып, бір деммен осындай құнды дүниелерді сүбелі сұхбат подкастымызды өрбітсек деген бізде осындай бір ниет бар. Құрметті қонақтарыммен таныстырып өтейін. Айтпаса да белгілі, қазақ қоғамында тілмен емес тірлікпен, үндемей өзінің тірлігін істеп, дүниенің ғалымдарын, ғұламаларын, ойшылдарын, әртүрлі саладағы құнды кітаптарды теріп, қазақ қоғамына аударып, салып беріп жүрген мазмұндаманың төрағасы, қоғам қайраткері, өзімнің бауырым, досым Шыңғыс Мұқан. Шәке, қош келдіңіз. Алматыдан арнайы осы подкастымызға келіп отыр. Жаңа ғана түсті. Тағы да қош келдің деймін, Шәке. Рахмет. Енді екінші қонағымды таныстырып өтсем, бұл кісі де халыққа белгілі қоғам қайраткері, қазақ, мен көп жерде айтамын, Қазақстанның деген қояқшы, қазақтың қоғам қайраткері, қазақтың халық әртісі, актер, жазушы, драматург Нартай бауырым. Қош келдіңіздер. Бүгін осындай қазақтың ойына ой түрткі болайық. Біздің мақсатымыз ой айту емес, ой ояту. Бұның астын сызып өтем, өйткені қазақта ой айтып жүрген адам көп. Кешегі Абайдан, Мәшһүрден, Алаштан бәрі ой айтып кетті, айтылмаға дүние қалған жоқ. Тек соны іске асыру барысында сәл кенжелеп қалатын тұстарымыз бар. Ол да ақиқат. Соны бір оятсақ, серпіліс берсек деген ниетпен бүгін бір демнің басында шайымызды қойып, әңгімені өрбітейік деген ниет. Енді бірінші сұрақ, Шәке, өзіңіз кітап саласындасыз, қазақ кітап оқыса екен, айтып жүрген, жазып жүрген дүниелердің бәрі осы қазақтың мәдениетін, құндылықтарын дәріптеп, санасын оятайық, кітап оқысыншы деп жүрген жанашырдың бірісіз. Осы тұрғыда енді биыл біз бәр нәрсе өліп жоқ болғаннан кейін еске алатын дүние ғой бізде. Биыл ғана біздің қазақтың санасы жетті. 23 сәуір, жаңылыспасам, дұрыс па? Иә, ұлттық кітап күні деп. 30 жылда оған да жетіп, Құдайға шүкір. Сол тұрғыда бір статистика бар ма Қазақстанда? Мысалы, сіз өзіңіз шетелде оқыдыңыз, мен де өзім шетелде оқыдым. Қарап отырсаңыз, бәрі кітап оқиды. Бізде статистика бар ма? Мысалы, Америкада 12 кітап жылына бітіреді дейді. Европада пәленше деп бітіреді. Қазақстанда белгілі бір статистика айта аласыз ба осы төңірегінде? Мынанша әр қазақ жылына 5 кітап, 10 кітап, 15 кітап бітіреді деген. Нұреке, алдымен подкастқа шақырғаныңызға алғыс айтам. Подкастыңыз құтты болсын. Қазір
ой пікірге құлақ асатын заман. ютубке қарасаңыз да осы саналы азаматтар жақсы әңгімелерді жатып алып тыңдайды. Нартай Сауданбекұлы қатысып отыр. Бұл кісі Алаштың аманатын сахналап жүрген, сахна арқылы қазіргі ұрпаққа жеткізіп жүрген үлкен азамат. Өте қызық сұрақ, шыны керек. Жалпы әлемде 2 миллионнан астам атау кітап шығады екен. Қазақстанның кітап палатасының мәліметі бойынша Қазақстанда шамамен 2000-нің төңірегінде кітап жарық көреді. Оның барлығы жаңа кітап емес, кейбір баспалар бұрын шыққан кітаптарды қайтадан тіркеп, қайтадан шығаратын болса, ол да сол тіркелген кітап болып саналады. Өткенде бір мәлімет шықты. Әлемде әлем халықтары қанша уақытын бір жылда кітап оқуға жұмсайды. Ең көп оқитын халықтар мынау Америка, Еуропа, Жапония бар. Үндістанда жақсы кітап оқиды екен. Ал Қазақстанға келетін болсақ, осы мәселені өткенде де көтергем. Бізде нақты ондай деректер жоқтың қасы. Әр қазақ жылына қанша уақытын кітап оқумен өткізеді деп сұрасаңыз, ол сұраққа менің жауабым жоқ. Бұл мәселені өткенде кітап күнінде де көтергем. Кітап күні жақсы бастама. Енді осыны ары қарай мазмұнды жалғастыру үшін бірінші зерттеу жүргізейік. Қазаққа жалпы қандай кітаптар керек? Кітаптар қаншалықты оқылып жатыр, қаншалықты өтіп жатыр? Ал бізде кітапханалар желісі бар. Кеңес өкіметінің бір жақсы мұраларының бірі. Ол жердегі енді басым бөлігі кеңес кезінде шыққан, оның бәрі жаман деп отырған жоқпын. Уақыт өткен кітаптар бар, құндылығы өтпегенмен қағазы сарғайып кетіп, оқуға жарамсыз болып қалған кітаптар бар. Міне сондай үлкен статистика өкінішке қарай бізде жоқ. Бұл мәселе көтерілді, және тиісті мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін азаматтар айтып жатыр, келесі жылдан бастап осы бүкіл кітапқа қатысты зерттеулерді жүргіземіз деп. Сондықтан бізге ұлттық кітап баяндамасы керек. Ол және жылда шығу керек. Біз өсіп жатырмыз, түсіп жатырмыз ба, қай жерде келе жатырмыз? Мынау спектрум әлемнің озық елдерімен соңғы қалған елдерін бір тізбекке салсақ, осының қай тұсында келе жатыр қазақтар? Міне осы өте маңызды дүние. Енді бұл жерде менің айтпағым, археологтардың айту бойынша адамның осы жер бетіндегі ізі 2 миллион жылға жетеді екен. 2 миллион жылға жетеді екен. Соның ішіндегі өркениет деп, біз сол өркениеттің қазір бір бөлшегіміз. Өркениет деп басталатын әлем соңғы міне 1000 жыл, 1500 жылда ғана. Кеше Германияда болып, Йоган Гутенберг деген сіздің ағайындарыңыз ғой енді, немістер. Гутенбергтің музейінде болдым. Ол кісі өзі 1400 жылы туған, сол бір 40 жасқа келгенде, енді 15 ғасырдың ортасында ғой, баспахананың құралын ойлап тапқан. Оған дейін адамдар кітапты көшіріп жазған. Сауатсыз болған. Ол заманда 1% бекен, 2% сауаты бар деп есептеледі. Білім әрине ондай қолмен көшіріп жазған соң кітапта өте қымбат болған және аз болған. Оның өзі жаңағындай діни орталарда тұрған. Ал Гутенберг баспахананы ойлап тапқан соң, соңғы 5 ғасырда кітаптың басылу жылдамдығы күрт артты да, кітаппен әрине жалпы адамзатқа білім тарады. Сол білім қазіргі өркениетке жеткізді. Адамды адам ететін кітап, адамзат ететін кітапхана демекші, сол кітаптардың арқасында қазіргі өркениетте өмір сүріп отырмыз. Қазіргі сана деңгейі бар, қазіргі абстракциялық ойлау қасиеті бар адамдарда міне.
Сондықтан осы міне кітаптың қазіргі құндылығы жөнінде сөзімізді ары қарай жалғастыратын болсақ өте қазір қызық тақырып болып тұр. Осы тұрғыда Шәке бір кейс айтайын сізге. Кітаптың басы, Нұреке сіз де қосыла отырыңыздар. Мынау өткенде экспоның маңайында көріп жүрсіздер. Мен өзім әкеме ас бергенде де өзім куә болдым. Жаңа палау пісірген кезде бүкіл халық бас салып тарелкасында, қазанында, қақпағында палау алу, құжынайды. Мен өзім көкпарымда көрдім. Әсіресе тегін болса. Тегін болса. Экспода да соның куәсі болдық. Бұл аштықтан ба, санасыздықтан ба? Бұл бір мәселен бір жағы. Екінші, осы платформаны, жаңа палау платформасын қалай біз кітапқа үйлестіре аламыз? Бір дәмін көріп қалайын, ырымдап алады біреулер. Біреулер осының қызығын көріп қалайын деген секілді санаға қазіргі жанған ағаштан жылу бермейді дейді. Өткен өтіп кетті. Жастарымыздың санасына мына кітаптан Шыңғыс Мұқан мынандай кітап шығарыпты. Осының бір дәмін көріп қалайшы деген ниетті, саналы ойды қалай кіргіземіз? Жай ғана қыстырмап жүрді, кітапты тегін таратып көру керек шығар, сонда жаңағындай талас болады ау. Жалпы халықтың психологиясында, қазақты былай айтпағанда, жалпы адамзаттың психологиясында тегін деген нәрсеге үймелеу бір үдерісі бар. Бір нәрсе тегін болса, ол керек болсын, керек болмасын, әйтеуір жабысу керек. Ал біздің тек қана өзіміздің ұлтқа келетін болсақ, енді осы жерде менің бір кейде қатты айтатыным бар. Бұны біреулер қабылдар, біреулер қабылдамас. Мен айтам, кезіндегі Сталиннің қызыл террорынан кейін, одан алдындағы аштығы бар, террордан кейінгі бізде қазақта кілең құлтанның тұқымы қалды. Яғни тек мәселесіне. Тексіздіктің зардабын біз енді көріп жатырмыз ғой. Әлі көріп келе жатырмыз. Негізінде мүмкіндігі барлар, қолында мүмкіндігі барлар шегері асып қашуға тырысты. Дегенмен жаңағы тектілер дейміз ғой. Тектілердің кейбіреулерін шығарып бат. Мына өзімнің мекенім Нарынқол жақта Мергенбай асуы деген асу бар. Ары қарай қаншама елді 20 жастың ар жақ бер жағында асырып жіберген Мергенбай батырымыз туралы. Сол жаққа кәдімгі шекарашыларды пулеметпен апарып қойып, қашып шығатын елдерді қырғызып, қайтаран үйіріп әкеп қойған жерлер бар. Сол кезде кейбір кетпей қалған тектілердің қандары қалған шығар. Негізінде жаңағы сіздің айтып отырған сұрағыңыздың жауабы тексіздіктің төңірегінен іздеу керек шығар. Бір керек болса айта кетейін, бір бай өзінің қызына, ұлына текті жерден қыз алмақ болып іздейді. Анды іздейді, мұнда іздейді, баяғы ертегілердегідей 6 ай темір таяғы тебендей болғанша, жаңағы темір етігі тесілгенше жүріп, бір жерден текті бір баймен кездесіп, құдандасып, қызын алады. Қызын алып кетеді, жаңағы бай шығарып салады. Бір уақытта жаңағы бай қайтып келген екен. Ана өзінің құдасына келіп, ың-шыңсыз қалың малында бәрін қайтарып, қызды орнына беріп, мен негізінде өз мақсатыма жете алмадым. Шыныңды айтшы, мына қыз сенікі емес қой. Оны қайдан білдің? Оны ешкім білмеуші еді. Құдаймен екеуміздің арамыздағы бір сыр еді. Сен маған жауабыңды айтсаң, мен айтам дейді. Бұл жерде жаңағы өзінің күңі босанып қойған екен. Бұл жаңағы бәйбішесі екеуінде бала жоқ, ешкімге білдірмей сол түні өздерінің бауырына салып алып алған. Молшылықта өскен, жалғыз байдың еркек қызы болып өскен. Сен оның тегі дұрыс емес екенін қайдан білдің деген кезде, енді бұл аңыз ғой. Әр аңыздың бірақ түбінде шындық бар дейді. Қырдан асып жаңағы ұзатылатын қыз ұзатылып кетіп бара жатқанда үлкен түйенің үстінде отырып, "То, не деген көптеген тезек" деп жаңағы тегін жатқан тезекті көрді ғой енді. Ол байдың қызы ғой, тезек теріп көрген жоқ қой. Тоқ, не деген тезек мынау деп жаңағы анау қанмен беріліп кеткен секілді дүниені айтып тұр. Ал ұлдың әкесі
жаңағы баласына текті қыз іздеп жүрген, соны сезіп қойды. Бұл жерде ақырын қаза берсеңіз көп дүние шығады. Біздің жаңағы сіздің айтып отқан сұрағыңыздың өзіңіз айтып кеттіңіз. Бұл не деп, аштық па деп? Аштық та бар. Аштық, санасыздықты былай алған кезде біздің жаңағы сүйегімізге, қазақтың сүйегіне аштық кәдімгі мөрленіп, күйдіріліп басқан таңба секілді сіңіп кеткен. Өйткені білесіздер, 3,5-4 миллионға жуық қазақ таза аштан қырылды ғой. Кешегі мекемдес аталарымыз өздерінің айтқан, бір бала жаңағы бір үйелменді сақтап қалу үшін арасындағы бір баланы құрбандыққа шалған кез болды дейді. Өзінің айтатын естелігі бар. Есімде қарындасымызды қасқырға беріп соны мүжіп жатқанын пайдаланып шешем екеуміз қашып құтылдық. Аман қалдық дейді. Иә. Яғни қазақтың қазіргі жаңағы түк көрмегендей тегін палауға, әлгі Тәжікстан беті, Түркменстан беті келіп жаңағы Түркменстан есімде болды. Иә, жаңағы әдемі жаңағы жеміс жидегін қойған кезде қырылып қалған қазақтың мен түсінуге тырысам. Иә, айыптаймын, ұят, менің ұлтым осындай болып жатыр деп намысым келеді, бірақ оның түп жағын зерттесең, жаңағы қанына сіңіп кеткен жоқшылық, одан кейін жаңағы сыпырып алған қаймақтан қалған тексіздік барлығы осы жерден көрініс береді. Жылағым келеді, ойланам. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Енді бізде Құдай қаласа 50 жылға бір 15-16 жыл қалған шығар. Бәлкім жаңарармыз, бәлкім сермеп тастармыз. Осы ұлттық сіңіп қалған комплекстерден құтылған кезде сіздің көтеріп отырған дүниелеріңіз өзінен өзі жарқырап шығатын шығар. Жаңағы кітапқа таласу, ойға таласу, жақсылыққа таласу деген. Өкінішке орай, әзірше оның көрінісі болмай тұр. Мына Мәшһүр Жүсіптің бір жақсы сөзі бар. Өте керемет жерге алып келдіңіз. Есек пен аттың ақыры бір болатын болса, мінезі бір болады дейді. Есек пен аттың, енді сәйгүлік ат. Есек пен ақырға бір байлап қойсаң, мінезі бір болады дейді. Ұқсас. Өкінішке орай, қоғамда сондайларымыз, сәйгүліктеріміз сәл төменде болғандықтан басымдық беріп атқан шығар. Ессіздік деген менде ой келіп тұр да. Бірақ дегенмен қазақтың қанында тектілік бар. Бұны әрқашан айтып жүрміз Шәке. Бұл тектіліктің шоғы сәл басыңқырап қалды, біз үрлеу керегіміз ау. Үрлеп шығарамыз деп ойлаймын. Үрлеу неден келеді? Ой айтумен. Міне сіз мазмұндамен тоқтамай кітап тұрып жатсыз. Сіз халықтың киелі сахнасында небір дүниелерді сомдап жатсыз, Нұреке. Осылай насихатпен келеді, ағартушылықпен келеді деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Енді өте дұрыс мәселе көтерді. Нәкең шында да қазақтың осы соңғы бір ғасырдағы тарихын қарасақ, 2 рет аштық көрген халық қой енді. Мұса пайғамбардың өзі перғауындардың астында жүрген, құл болып жүрген халқын құлдық санасын құтылу үшін 40 жыл айналған ғой. Жаңа ұрпақ келгенше. Мүмкін бізге де сондай бір айналымдар әлі де жетпей жүрген секілді. Егер шында да ол тарихи жатқа жазылып қалған аштық болатын болса. Ал екінші жағынан келетін болсақ, өткенде осы ойды айтып бәлеге қалдым деп айтпаймын. Бірақ кәдімгі менің Instagram аккаунтым шулап кетті. Аңдамай сөйлеп қалдым дейсіз ғой? Жоқ, аңдамай емес, нақты қазірде сол ойым бар ойымда. Себебі мен ойымша бұл сананың кедейлігі. Жаңағы сананың кедейлігі түрлі жолмен келуі мүмкін. Тарихта жаңағы жапа шеккен болуың керек, жапа шеккен болуың мүмкін, аштық көрген болуың мүмкін. Сен емес, аталарың, олардың аталары жаңағы тарихи жатқа жазылады бәрі. Екіншіден, кез келген адам бұл жаңа парақ, бұл жаңа кітап. Тіпті текті дәулетті жерден шыққан адамның өзін тексіз тәрбие берсең, дұрыс білім бермесең, мәдени құндылықтарды сіңірмесең,
бұл тектадан болып шықпайды. Талай зерттеулер де жүрген, бір үйден егіз болып туылып, бір егізі басқа жақта өсіп, әртүрлі отбасы, әртүрлі орталарда өскен, түрлі құндылықтарда тәрбиеленген адамдар өскен соң түрлі қасиеттерге ие болып шыққан талай зерттеулер бар. Сондықтан тарих осылай болды деп оны мүмкін ақтап та алуға болмас. Мәселен, Мекемтас аталарымыз қиындықты, кеше қайтыс болды ғой, көз тірілердің арасында сол кезде ең қиындықты көрген және өзінің есінде бар адам болмаған шығар. Аштықты да көрген, анау анасы екі баласының бірін құтқару үшін, өзі аман қалу үшін, өзі жан қасқырмен төбелесе, екі баласы адыра қалады ғой далада. Сөйтіп бір қызын қасқырға тастап, жаңағы Мекемтас ағамызды аман алып қалған. Өзінің жадында бар дүниелер. Сол кісілер мәселен санасыз болып өсер еді. Былай қарасаң, қиындықты көрген. Сондықтан менің ойымша, менің пікірім, әр адам жаңа кітап. Оған қандай білім береміз, қандай тәрбие береміз, солай өседі. Соғыстан кейінгі Жапония, Германияны қараңыз мәселен. Қандай бір ұрпақ түгел психологиялық зардап шекті. Үйінде әскерге бармаған адам жоқ, үйінде қайтыс болмаған адам жоқ, мәселен, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Қазір қандай ұлт болып отыр. Сондықтан ұлтты тәрбиелеуге болады. Оны тәрбиелейтін саясат. Сондықтан идеология дейсің. Идеология ғой енді, саясат. Сондықтан жаңағы жазған, айтқан әңгімем былай ғой, кез келген театрына, Нәкең бар ғой театрда. Театрға баратын болсаң, гардеробқа барған кезде топырлап адам тұрады ғой. Кезек қай жақтан басталатынын, қай жақтан аяқталатын жоқ. Әрқайсы бірінші алып кеткісі келеді. Сондықтан мәдениет деген менің ойымша қоғамдық сана, қоғамдық мүдде, жеке мүддеден жоғары тұрған кезде сол қоғамда мәдениет болады. Менің өзім мүддем, өзінің мүддесі қоғамдық мүддеден жоғары тұратын адамдар палауға таласады. Өзінің мүддесі қоғамдық мүддеден жоғары тұратын адамдар гардеробтағы киімді бірінші алғысы келеді. Міне. Сондықтан осы жерде ал қоғамдық мүдде жоғары тұру үшін өзің мүддеңнен, ол үшін мәдениет керек. Ол үшін сана керек. Ал мәдениет, сана деген әрине текпен де берілетін шығар. Бірақ ол оқуменен, тәрбиеменен, дұрыс ортамен беріледі. Осы қызық бір зерттеу шықты. Американың бір ғалым болғанда да ғылымға да қызық келген. Ғылымға жаңа бала тәрбиелеп жүріп, отбасылы болған, сосын бала туған, сол баласын қарап жүріп үйінде отырған ғой. Сөйтіп ойлаған, мен мына баламды азамат етіп тәрбиелегім келеді. Өз үшін емес, қоғам үшін жұмыс істейтін адам ретінде тәрбиелегім келеді. Менің тәрбием басым бола ма? Ортаныкі басым бола ма? Жоқ, әлде жаңағы білім ошақтарының ертең 11-12 жыл оқиды онда. 12 жыл мектепте болады, таңертеңнен кешке дейін ол жақта мектеп. Сөйтіп зерттей келе, сол уақытқа дейін айтылған әңгіме, ата-анасының тәрбиесі басым болады деп келген ғалымдар. Бұл кісі зерттей келе, ата-анасының емес, ортасының тәрбиесі басым болады деген тұжырым жасаған. Ал қазіргі әлеуметтік желі, басқа желіде, әлеуметтік желінің заманда тіпті бұл үдеріс күшейіп кетті. Мен қос қолымды көтеріп жаңағы тұжырымды қолдаймын. Демек, орта
қазір орта, өзінің ортасы бар, әлеуметтік желідегі ортасы бар, қазір ұрпақты өсіріп жатыр. Сондықтан бүгінгідей подкасттар, саналы әңгімелер менің ойымша сол ортаны дұрыстап қалыптастыруға әсер етеді. Сөзіңізбен шықа қосылам. Себебі жаңа сіздің сөзіңізден бағанағы екеуінің байланысын сырып көрейін. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңа шынымен де біз гендік дәрежедегі сіңірілген дүниелер бар, жаңағы тарихи жады бар, солардың барлығын жоққа шығаратын тағы бір мәселе бар. Мысалы, мен қателесуім мүмкін, не Бах бекен, жоқ Бетховен бекен, бір ұлы классиктің біреусі жезөкшеден дүниеге келген. Мысалға, енді оның жаңағы түп тамырына үңілетін болсаң, одан бір аса қалай айтсам болады, дұрыс емес адам шығу керек еді ғой. Жоқ. Осы ретте менің ойымша адамдар, яғни балаларын тәрбиелеген кезде болмасын, немесе өз-өзінің ішіне үңілген кезде болмасын, бұл адамды адам өзі тәрбиелейтін болса керек. Ол енді әлбетте сыртқы факторлардан көп нәрсені қоректенеді. Бұл жердегі менің сөзімнің ұшқыны жаңағы неге барады? Біздің жаңағы бала кезіміздегі естіп білуіміз. Иә, сіздің жаңағы айнала балаға әсер етуі, ортаның әсер етуін теріске шығармаймыз, бірақ сол ортаға төтеп беретін иммунитет болу үшін бала оп баста жаңағы мына біздің ұлыларымыздың барлығы бесік жырын тыңдап өскендер. Бесік жырын тыңдап өскен адам ол басқаша болады. Өсе келе жаңағы қазақтың жыраулық өнері болсын, жаңағы батырлық жыры болсын, лира эпостық жыры болсын, ертегі тыңдап өскен бала бөлек болады. Біздің жаңағы 20 ғасырдың басындағы ұлы шоғыр, қазақтың маңдай алды жарқыраған тұлғалары, түбіне қарасаң барлығы жаңағы біреу ала-құла тіршілік кешкен, біреу байдың баласы, біреудің кедейдің баласы, бірақ барлығы ұлттық реңктен, салт дәстүрден тамыры ажырамағандар да. Ал қазіргі бір қалай айтсам болады, дүбәрә десем артық болып кетер, бірақ мен кейде көрем да, бір қазақ түріне қарасаң қазақтың баласы, бірақ қазақылықтың иісі жоқ та. Ол қазақылықтың иісі деген қазіргі бір әлгі кер тартпалардың мәмбеттік иісі емес, түк көрмегендік, киізшылық, киіз үйдің иісі емес. Ол қазақылықтың иісі басқа. Түріне қарап, әлгі түсігіден түңілме дейді ғой, түріне қарап, ай, осыдан бір нәрсе шығады-ау деп ойлаудан кейде күмәнданатын бір ұрпақты көрем да қазір. Қорқам содан. Ницшенің осы мәдениетке байланысты бір айтқан сөзі бар болса керек. Мәдениетке емес, мына жақсы манераны дейміз ба, мәнер дейікші, манерадан көріп. Ол тәрбиені кейде тізеге салып болса да сіңіру керек деген сөзі бар. Яғни күшпен. Ол сіздің жаңа айтып отырған сөзіңізге дем береді. Яғни ұлтты тәрбиелеуде мемлекеттің, яғни биліктің атқаратын рөлі өте күшті. Саясаттың, идеологияның, біздің дұрыс бағытқа кетпейтініміздің барлығын шешуші фактор солардың қолында. Өйткені олардың қолында әртүрлі жаңағы әрекет етуші күштер бар, рычагтар бар, құрал сайманы бар. Сондықтан осы жағын дұрыс істеу керек шығар деп ойлаймын. Себебі мен мысалға таңғалам, қалай бізге сіңірген, мен пионер болдым ғой. Бәріміз болдық. Ленин үлік қойғаның не? Мына неше түрлі кейде бала болып енді өтірік айтасың ғой. Бірақ Ленинді айтқан кезде біз өтірік айта алмайтынбыз. Ленин атсын деп айтшы десең, бітті. Сол кезде шындық айтылу керек болатын. Бұл қалай сіңірілген? Мына кеңес өкіметінің жаңа сіз плюстерін айтып кеттіңіз ғой. Олар қалған жақсы білім беру жүйесі, олардан қалған жаңағы мұражайлары мысалы, кітапхана сеттері деген секілді. Сол идеологиялық құралды біз неге іске асырмасқа? Дайын тұрған, жаңа велосипед ойлап табудың ешқандай керегі жоқ. Өткен тарихыңа көз жүгірт та, тек қана Лениннің орнына басқа нәрсені ауыстыр. Біз неге мысалға
абай деген кезде тоқтап қалмаймыз. Ақша екен. Мысалы мына түрік, өзіміздің түрік бауырларымызға қатты айғайлап жатқан болсын, тіпті эмоцияға беріліп кеткен бір ұрыс болмай жай тек қана көтеріңкі сөйлеп жатқан кезде енді олар кішкене дінге бізден гөрі жақын болды ғой. Пайғамбардың атын айта салсаң болды, дереу градусы төмен түсіп, қолын жүрегіне қойып, біз ана рәмізге тұрған секілді салауатын айтады. Түріктердің арасында осы үрдіс сіңген. Қатты өздері гүжілдеп сөйлейтін адамдар ғой. Сөйлеп жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам десем болды. Саллаллаху алейхи уассалам деп дереу тоқтап түседі. Құрмет қой. Иә. Ал қазақтың жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, тектілігіне енді мен білмеймін, бірақ қазақтың уникум халық екеніне мен көзім анық жетеді. Қазақтың жаңағы қалай айтсам болады, жоқ жерден бар жасайтын ұлт қой негізінде. Биттен биялай жасай аламыз дейсіз ғой. Кез келген нәрсені, мысалға мен оған таңғаламын, бұл неден екен деп. Қазақ аса талантты халық. Өйткені қазақтың балалары ағылшынша сөйлегенде ағылшындар сүріндіреді. Қазақ орысша сөйлеп кетсе, орысты сүріндіреді. Қазақ кірісіп істесе, бір нәрсенің түбіне жетпей қоймайды. Бірақ сол дұрыс бағытқа сал. Керемет. Енді екеуіңіздің ойларыңыз осы кейс бойынша түйіндейтін болсақ, сіз қоғам дедіңіз, сіз ата-ана, отбасы, яғни бұл енді ұзаққа барудың керегі жоқ. Абай атамыз тезисін жазып, астын сызып кеткен. Бірінші ата-ана, одан кейін құрбысынан, одан кейін ұстазы, қазіргі таңда Шәкең дұрыс айтады, қоғам айналасы. Жаңада мен кіріспеде айтып кеттім ғой, әр адамның өмірі бір кітап. Әркім өз кітабын өзі жазады, бірақ жазушысы мен оқырманы бөлек. Оқырман деп отқаны жаңағы қоғам ғой. Кім қалай оқиды. Енді жаңағы кейс бойынша мен де осы немістерде өзім Германия Дюссельдорфта оқыған кезде достарымнан сұраймын, осынша соғыс көрдіңдер, осынша қиыншылық көрдіңдер, қалай алғасы идеология келіп тұрмын ғой. Немістердің бір жақсы қасиеті үйінде тамақ, дастарханның өзінде өзіне тиесілі ғана тамағын алады. Бірақ соны бітіру шарт. Табағына ортаға палау қойсаң, палауын салады, бірақ соны бітірмейінше тұрмайды. Бітіретінін алады. Әшейін жай бір мысал. Көрдіңіз бе? Соның идеологиясының өзін солай бастаған. Айтқан сөзіңізде менің бір керемет, осы қателеспесем бір жарым айдың көлемінде осы туралы пост жазған мен. Дәл осы сіздің айтып отқан біздің басымыздан бір сұмдық оқиға өткен. Қазір оны айтасыз, тоқтаңыз. Соны айтам. Ұмытып қалмаңыз. Оны ұмытпаймын, есімізге өзіңіз сала қойыңыз. Екінші, сондықтан мына отбасы, ошақ қасындағы сананы оятпай, қазіргі таңда бала емес, бала кінәлі емес. Біз өкінішке орай жастар дейміз, бала дейміз. Жаңағы айтып жүрген нәрсеміз кілті, бауы жоқ кілт тез жоғалады Шәке. Қазір бауы жоқ кілт тастаңызшы. Жоғалуы тез, түсуі де тез, табылуы да қиын. Қазіргі жастар баусыз қалған кілт секілді да. Бауы кім? Бауы Нұрекесізсіз. Бауы Шәкесізсіз. Бауы мен. Бауы зиялылар. Бұны ұлт болып ұйысып, отбасы, ошақ қасындағы мәселені біз реттемесек, сананы сол жерде оятпасақ, қоғамдық сана қалыптаспайды. Қоғамды қалыптастыратын отбасы. Ал біз отырған жерімізде, отбасыда ішкен жегенімізді, біреулі қаралауды, біреулі даттауды, ұстаздың мәртебесін жерге түсіруді әңгіме қылатын болсақ, ол ұрпақтан ертең отырып Алаштың рухын, сіз айтпақ жаңағы Әлиханның көсемдігін күтудің қажеті жоқ. Өйткені біз баста голды жіберіп қойдық қой, ворота ашық тұруға. Сонда бұл кейс сананы оятайықтан шаршамайық. Уникум дедіңіз ғой. Иә, уникум. Ана оқып жүрген кезде біз немісше үйрендік қой. Қытайлар сұмдық жазады. Қытайдың жазуындай халық жоқ жазған кезде. Біз сөйлеуді қатырамыз. Сөйлегенде де акцентсіз ұрамыз. Шәкеңнің бір орысша туралы бір кейсі бар, оны бұл жерде айтпай қойын енді. Бір күлдіретін. Сондықтан ана баяда бір қаланың бір сұмдық қызы текті дейміз ба, тектілікпен тамамдайық осы күлдіріп.
ауылға келін болып түседі ғой Шәке. Келін болып түсіп ауылдағы ақсақалға келеді, үйдің бәрі енді тезектің иісі ұрады, жылқының иісі келеді, ауыл ғой енді. Жоқ ата, мен 40 күнде мына жерде қатырамын дейді ғой. Иіс те қалмайды, басқа да қалмайды. Күндіз түні жуады жаңағы келін. Қаладан келген 40-шы күн атасына шай қойып өстіп 4-тің шайын, ата отырыңыз. Төп көрдіңіз ба, иістің бәрі кетті десе, шырағым, мұрның үйреніп қалды ғой деп айтқан екен да. Сондықтан біз көп нәрсе, көрген нәрселерімізге мұрнымыз үйреніп қалып жатыр да. Соны үйретпеуіміз керек деген менде ниет. Екінші, сіз сөзіңіз тамамдаңыз жаңағы бір оқиға. Ол ұзақ әңгіме, оны сіздерге бөлек айтып берейін. Болды. Бұл жерде менің айтатыным жаңағы біздің ұрпаққа байланысты айттыңыз ғой, Нұреке. Мен өзімнің үлкен ұлыммен бір үлкен таласқа түсіп қалдым. Мен оған қазақтың тарихи әдебиетін оқытқым келіп жүр ғой енді қысқасы. Ал оның оқитын ана Оруэлл бірдеңе мен білмейтін бір авторларды менен көп оқиды. Бірақ мен айтамын, дұрыс оқығаның дұрыс кітапты. Бірақ сен алдымен ұлттық дүниемен сусындабашы деп. Енді шын айтқан кезде мына қазақылыққа салып күшке салып жіберген кезім болды. Қаһарды бердім Есенберлиннің. Мынаны оқып шық, екеуміз пікір таластырамыз. Содан кітапты оқып бітіріп, екеуміз сөзге келіп қалдық. Бұлай жабайы тілмен айтқан кезде Кенесары қуама деді. Есі дұрыс па Кенесарының? Мен ана жерде шарт кетейін. Сен қазақтың ұлы ханы, соңғы хан туралы олай айтуға хақың жоқ. Ешкімді айтқызбаймын мен деп жаңағы. Содан екеуміз мен екінші Кенесары болып алғам ғой. Содан ашуланып шығып, кешке қарай Дархан Қыдырәлі деген аға досымыз бар. Сол кісі бір шайға шақырып қалды ақылдасуға. Сол жерде өзім пікірімді айтсам, сіз балаңызға ренжімеңіз дейді. Қандай критикалық ойлау қабілеті бар бала дейді. Сіз оның шындығын көріңізші. Ол ана ұлттық, патриоттықтың бәрін алып тастап, ол адам ретінде айтып тұрғанымен санасып көріңізші. Шынында да мен ойлап, кейін баламмен сөйлессем, анализ жасап көрем ғой енді. Әлбетте, ол жаңағы қырғыздың жеріне баруы, қырғыз өзіміздің бір алталаштың бірі болып тұрған кез ғой. Анау кезінде бір хандыққа бағынған кез. Ал кім ұлты, ділі, тіні бір дегенімізбен бөлек қой енді шын айтқан кезде. Қырғыздың аты қырғыз ғой, бөлек ұлт қой енді. Соған өзім деп барып жаңағы бір арынға тізесін батырғандай артық кеткен жерлері болса болған шығар Кенесарының. Мысалы, осы жағынан келген кезде біздің балаларды оқымайды, балаларды қазақылықтан ада деуден біз ерте үкім шығарып қояды екенбіз. Балалармен біз сөйлесе алмайды екенбіз. Жаңа сіз өзіңіз айтқандай, біз бауын үзіп алған екенбіз. Біз өзіміз, біз қашан баламызбен отырып сөйлестік? Тілдесу жоқ. Біз оларды емін-еркін алдыларына мына бүкіл әлемнің жағдаятын көрсететін смартфонмен жеке қалдырдық. Ол ата-ананың бақылау деген бір жақсы функциясы бар. Оны қосқан ата-ана некен саяқ. Біз баламыз не көріп отыр? Порно журнал көріп отыр ма? Ұлттық руханиятты көріп отыр ма? Жоқ, болмайтын бірдеңені ойнап отыр ма? Еш хабарымыз жоқ. Бала өзімен өзі қалды. Тәрбиеленіп отыр. Және немен тәрбиеленіп отқаны белгісіз. Бұрынғы кезде мына ұялы телефон, смартфон жоқ кезде, әйтеуір ауладан естігенін, аула дұрыс болса болды дейтінбіз ғой. Қазір аула үйден шықпай-ақ бөліне алады ғой бала. Міне таза ауа жұтып кетейік десе, балконда тұрып жұта салам дейтін ұрпақ келді ғой қазір. Келді. Далаға шығып жүріп келудің орнына балконда жұта салайық дейді. Сонда бәр нәрсені тікелей қабылдайды да. Мен осы тұрғыда кеше Қалқаман Саримен де болған бір сұхбатта осы нәрсені айттым да. Біздің жастарға келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Біздің алаштықтарды, абайымызды, мәшһүрімізді, тұлғаларымызды дәріптемес бұрын Кенесары деп отырсыз ғой. Иә, Кенесарының хандығына, батырлығына, жүректігіне ешкім күмәні жоқ. Осын дәріптемес бұрын неге біз өзіміздің әулеттегі шежіреден бастамаймыз? Шежіремізде менің әулетімде батырлар болды. Менің әулетімде керемет механизатор болды. Менің апам жаңағы Москвадан кәдімгі орден тағып, күріштің алдыңғы шебінде жүрген азамат
азаматша болып атақ алды. Осыдан бастасақ, отбасылық лидерлерді, отбасылық тұлғаларды балаға дамыта отырып, мектепте алаштықтарды мұғалім дамытса, сіз айтқан жаңа саясат идеологиямыз соны ұлттық деңгейге шығарса, бала этап-этапымен сіңірер ме дейміз да. Біз келеміз де жаңағы Кенесары андай болған, или абайымыз мынандай болған дейміз, бірақ ол бала танымайды қазіргі. Балаға жаңағы сіз айтпақшы Джордж Вашингтон айтсаң жақсы таниды, өйткені доллар жақсы көреді қазір бәрі. Кенесарымен шаруасы жоқ. Сондықтан біз өзіміздің Шыңғыс Мұханның әкесінің, Шәкеңнің әкесінің біздің ауданда не істегені, не қойғаны кейінгі буын білмесе де, бізден алдыңғы буын, бізге дейінгілердің бәрі біледі. Осыдан бастаса. Бұл жақсы үрдіс қой, бірақ бұның артында біз негізінде бұдан өттік. Бір кезінде бір қызық болған, мына ЛРТ бітпей тұрған кездеш. Бұны әр руға бөліп берсең, ана әрбір бағанына әр ру өзінің батырын қойып алатын. Ана кімнің Тұрсынбек Қабақтың айтып жүргені ғой. Тұрсынбектің айтып жүргені ме екен, басқа ма екен, мәселе кімнің айтқаны емес, мәселе сода. Мына бізде бір өзінің ата бабасын ұлықтау деген шықты ғой. Жоқ жерден енді жаңағы сізге тиіп кетпесін Нұреке. Әр руда бір батыр бар. Менің әулетімде бір батыр шыққан деп біреу шығады да. Иә, біз дұрыс, жаңағы айтып отырған бағытыңыз дұрыс, бірақ оны тағы да екшеп жөнге салып жібермесең, тек қана өз руыңның айналасындағы мәселе тағы да соған келеміз да. Асқынатын мен екі нәрсені білдім. Айтқан сайын асқынатын нәрсе қазақта суицидті айтсаң, суицид көбейеді. Екінші, рулық нәрсені айтсаң, жақсы жағын, жаман жағын айтсаң да, рулықты қозғасаң, рулықтың әңгімесі қозады. Жаңағы қазақтың уникумдығының түбінде рулық жатыр негізінде. Мына біздің қанды бұзбай, жеті атамен араластырмай, басқа жақтан алып келу, бұл ұлттың жаңағы мықты потенциалына күш қуат бергенімен, біздің бағымызда, сорымызда рулық болып тұр да негізінде. Бағымызды түсініп отырсыз. Сорымыз да сол болып тұр да. Соның айналасында шыға алмай қалмаймыз ба деген күмән туады. Соны айтып отырмын, ұлттық деңгейде соны жайып жіберсек идеология түрде. Жарайды, бұл енді кейс емес. Енді мына бір сұрақ, кейсті талқылап көрсек, айналып келгенде жаңағы мәселенің бәрі енді ата-ана отбасыға келіп тірелді ғой. Отбасыда да кітап дамиды, отбасыда да сана қалыптасады, одан кейін қоғамға соны апарамыз деген. Енді Нұреке, сіз енді қоғамдағы мәдениет қайраткер ретінде, кино, драматург, актер ретінде бір сұрақ, кейс талқыласақ. Арзан күлкі, мағынасыз, мәнсіз кинолар үрдіс алып баратқандай көрінеді. Сұрақ келеміз қазір. Бұл алайда бір жағынан қарасаң жақсы. Өйткені қазақтың бір контенттерді, Шәкең бір жақсы сөзі бар, контент көбейтуіміз керек деп. Контент ретінде, бір рет көретін кино ретінде дұрыс шығар. Алайда бұның мәдениетке, құндылықтарға залалы қандай, пайдасы қандай? Бұл бір. Менің енді ойымда залалы, пайдасы қазақ қоғамында тіліміздің жоғалмауына бір себепші болып тұрған шығар көрінеді. Қазақша ғой өйткені кино, барған киномыз. Шұбарша деңіз. Шұбарша. Шұбарша. Пайдасы әркім өзінің қалтасын толтырады. Түсірген адамдардың айналасында ғана. Осы бізге қаншалықты пайдалы, қаншалықты зиян? Төтеннен қойылған сұрақ болды, мен осыған ойланбаппын, бірақ күні кеше елден кеткен Ермек ағамыздың айтатын бір сөзі бар. Жалпы мынандай дүние бар ғой, саннан сапа шығады деген. Кинода ғана осы нәрсе, кітапта осы нәрсе болмау керек деген ұстанымы бар еді. Мен басында Ермек ағаның бұл пікірмен келіспейтінмін. Мен де ойлайтынмын, стандартта саннан міндетті түрде сапа шығады деп. Жақсы, ал санның жөні осы екен деп мына мазмұндамаға қаптатып жазармандардың кітаптарын шығара берсек,
Шәкең оған жол бермейді ғой. Жоқ, мысалы біз көндірдік екеуміз. Нұркен ағасы бар мына жақта, Нартай ағасы бар, бірігіп Шәкеңді көндірдік те мазмұндамадан құдай жаңағы жазармандардың дүние белесін шығардық біз. Кім ұтты, кім ұтылды. Мәселесі да. Одан кейін соның ішінде нелер кеткенін біз бажайлай аламыз ба? Жаңа сіз айтып отқан кезде мен бекер айтқан жоқпын. Таза қазақ тілі болса жарайды ғой, шұбар ғой. Яғни ұлттың қалыптасу жолында бағана Шықаң айтып кеткен Мұстафа алейхиссаламның өзінің ұлтын тазарту үшін, жаңа ұрпақ келу үшін 40 жыл жүру межесінің ішінде пайғамбар өзертіп жүргеннен кейін олқылықтарға жібермей таза ұстауға тырысты ғой. Біз сол межеге келе жатырмыз ғой, 30 бәленбайыншы жылы тәуелсіздік аз ғана қалды деп. Бірақ біз соның ішінде түзелу жолында келе жатқан жоқпыз ғой. Біз келер ұрпаққа, артымыздағы балаларға мынау былықтырып сөйлеу норм екенін миына құйып жатырмыз ғой кино арқылы. Жаңа келін құсап үйреніп қалады дейсіз ғой. Иә, сасық иіске мұрнымызды үйретіп жатырмыз ғой. Ол жаңа сіз басындағы айтып кеткен арзан әзілді былай қойған кезде, тізеден төмен әзілді былай қойған кезде, ол руханиятқа негізінде сермеп жатқан балта, тамырына ұрып жатқан балта деп есептедім. Өйткені мен Ермек ағамен мен келіспейтінмін басында. Оны бір-екі подкастында жігіттермен сөйлескен кезде айтқам. Бұл кино тақырыбы өте ауыр, қиын және арнайы 1-2 сағатты талап ететін дүниеде. Сондықтан түйіндей салайын. Ел болам десең, бесігіңді түзеуін қазір экранға түзеуге келдік. Ел болам десең, экраныңды түзеуің керек. Оның бір ғана мысалы Совет үкіметінің кезіндегі әртүрлі дәрежедегі түсірілген кинолардың барлығын Қазақфильм киностудиясы дыбыстайтын. Қазақфильм киностудиясын дубляждаған Атагелді Исмаилов деген бәріміздің құлағымызға сіңген. Енді сол кинолармен тәрбиеленген ұрпақ біз шетін көріп қалдық. Ғафу етіңіз, оқасы жоқ, өтіп етіңіз, мархабат деген сөздер бізге сіңіп еді. Ал біз қазір нені сіңіріп жатырмыз? Қараңызшы, киноның біз жаңағы идеологиялық құрал деп айтуға ғана шеберміз де, оның нәтижесінің қандай ауқымды екеніне мән бермейміз. Человек из бульвара Капуцинов деген кино анық сол туралы кино. Бір ғана қауымды бір киномен бір кісі жаңағы әдемілеп, тәрбиелеп, ғаламат бір-бірін сыйластыққа үйретіп кетіп, бір айналып келсе, бір жынды келіп басқа бір кино көрсетіп тастаған екен. Бір-бірін өлтіріп, қырып жойып, атып жатыр. Үлкен нәрсе бұл. Күні кеше Таласбек Әсемқұлов марқұм атамыздың Құнанбайын ойнап шықтым, сол жерде бір сөз бар. Ел естімеген сұмдыққа барған азғынды, шариғатты аттап, салт дәстүрді бұзған имансызды кім болса да аяман. Ондай ұрыл, ондай арам бездерді уағында сылып отырмаса, уыты тез жайылады. Удан ұрпақ бұзылады. Ал ұрпақ біз. Қазіргі қазақ өйткені көргенін қайталауға бейім тұрады деп. Біздің кішкентай баланың лифтіге кіріп бетіне пышақ сала салуы, кешегі Шерзатты қасқырша талап, айналайын, біздің заманда төбелес болмады емес, болды. Бірінші қан шыққанша деген төбелес болады. Қан шықты, тоқтайды. Домалап жерге түсті, тұрғызады. Өлшем бар еді біздің кезде. Өлшем бар еді. Енді идеологиялық шатыр, ұлттық болмыстың шатыры идеология, тірегі. Жаңа сіздің неңізге келгім келіп тұр. Бұған кімдер қалай, не үшін балта шабуға мүдделі деп ойлайсыз, Шәке? Бұған ешкім балта шауып отыр деп айта алмаймын. Балта бір нәрсеге балта шабу үшін ол болу керек. Мәселен, кеңес өкіметі орнаған соң дәстүрлі қазақ мәдениетіне балта шабылды деп айтуға болады. Бүкіл жаңа балаларын орысшаға берді, содан ұрпақ өсіп шықты. Бүкіл құндылықтар
аяқ астынан өзгеріп кетті. тарихты жоққа шығарды. Тарихты жоққа шығарды. Жаңағы асыл аталарымыз асыл дегенді арам етіп шығарды деген сияқты. Арамды асыл етіп шығарды. Құндылықтар өзгеріп кетті. Қазір сол бір 17-18 жылдағы аталарымыз тіріліп келіп бізбен сөйлессе түсінбеуі мүмкін. Не болып кеткенсіңдер? Не болып кеткенсіңдер сендер деп. Міне сондықтан дәл қазір біреу арнайы балта шауып жатқан жоқ. Себебі сол инерциямен келе жатқан былай қарағанда тіршілік бір қазақ қоғамы осы тәуелсіздік алғаннан бері таңертең атып тұрып бір ұлы идеяны ешкім ортаға салған жоқ. Иә. Оны соңғы 30-35 жылдағы саяси тарихты өзіңіз жақсы білесіз. Сондықтан ол жоқ нәрсе. Ал бар қылу үшін не істеуіміз керек? Әңгіме осыда қазір. Менің ойымша кез келген идеология бір адамның жеке басын дәріптеуге емес, бір асыл азаматтың ойындағысын іске асыруға емес, жалпы халық өзі не қалайды, бүгіннен не қалайды, болашағына не қалайды, нені құнды етеді. Бірінші менің үнемі айтып жүрген құндылықтарды анықтап алуымыз керек. Халық өзі не қалайды, халыққа не құнды. Сол құнды дүниесін идеологияға айналдырып, сыртынан кәмпеттің сыртына жақсы орап, жылтырағын орап ұсынады ғой. Сол сияқты халықтың қалауын өзіне әп-әдемі қылып саясат етіп қайтару керек. Әңгіме осы да. Мен үнемі айтатын дүние, мен сіз Германияда оқысаңыз, мен Америкада оқыдым 2 жыл. Маған қатты қызық болған дүниелер сол Америка халқының құндылығы. Олар не дүниені құнды көреді? Мәселен, саяси жүйе болатын болса, оларда заңның үстемдігі құндылық. Қазір Трамп түрлі дүниені ойлап табады ғой. Ұйықтап тұрса, таңертең бір нәрсені ойлап табады. Ал оған қоғам оның айтқан іске асырғызбайды. Соттары бар, басқасы бар, қағып тастайды. Сөз бостандығы олар үшін тек жай сөз емес. Олардың сүйегіне сіңген құндылық. Сөз бостандығына қатысты бір саяси көзқарас дұрыс болмаса, халық оны орнына қояды. Шығады көшеге. Сондықтан ең бірінші құндылықтарды анықтап алу керек. Сол құндылық деген не? Бұл ереже ғой, ойын ережесі. Футболда мәселен 11 адам бір-біріне қарсы ойнайды. Жаңа сызығы бар, одан доп ауып кетсе ысқырады. Ана жақта төреші жүреді. Төрешіні мыңдаған, 10 мыңдаған көрермен бағып отырады. Төреші дұрыс, төрелік етпесе бәрі ысқырады. Жаңа бөтелке лақтырады деген сияқты. Міне, сол құндылық деген халықтың өмір сүретін ережесі. Демек, халықтың өмір сүретін ережесі болған соң, мына жақтағы 11 адам да бағыну керек, мына жақтағы 11 адам да бағыну керек. Бүкіл басшыдан төмендегі қосшыға дейін, мәселен, жолмен көлік айдап келе жатсаңыз, қызыл жанып тұрса өтіп кетпейсіз ғой, тоқтайсыз. Көк жанса өтесіз. Сол сияқты құндылық деген бірінші бізге не құнды, соны анықтап алуымыз керек. Сол құндылыққа сәйкес бәріміз сосын өмір сүруіміз керек. Керемет. Осы жерде Шықаңның сөзін жалғастыра, мынаған келеді да сөз әңгіме. Хакім Абайдың қолында закон қуаты бар адамы болсам деген сөзі бар ғой. Яғни, егер елестетіңіздер, президенттік орынға Хакім Абай жайғасса, 40-на келген, кемеліне келген, демек оның өзінің ұстанымы, яғни қолында закон күшін бар болса, реттейім деді ғой. Сондай адамдардың билікке келуіне мүдделі болуымыз керек. Бүкіл електен өткен, оның рухани, материалдық жағдайында ешбір жаңағы бір кінәрат таппайтын адамдар бар шығар? Бар ғой. Солар келу керек. Қазіргі таңда мысалға
ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деп қойып, Қазақстанның өзін екіге бөліп тастадық қой бір. Біздің дәуірімізге дейінгі, біздің дәуіріміздегі деген секілді. Тас дәуірі дейсің ғой. Иә, аты ғана өзгергені болмаса, негізгі жаңа фигуралар сол. Шахматтың түрін ғана бояп тастаған сияқтымыз. Мәселе. Жаңағы Хакім Абай айтқан қолында билігі бар деген жерге кімдер барды, кімдер келді де. Яғни сіз айтып отырсыз ғой, анықтап алу керек деп. Оны кім анықтайды? Володиннің Қос жебе деген бір спектакль есіме түсіп кетті. Кілең марғасқалар жиналады да, біз арамыздағы ең ұлыны анықтаймыз да, соған жаңағы бүкіл привилегияны береміз. Оны кім анықтайды деп бір қарапайым біреу сұрайды. Оны біз анықтаймыз дейді да. Түсіндіңіз ғой, қайда алып бара жатқанын. Оны біз анықтаймыз дейді. Иә. Мәселе қиын. Бұл жақта біз жаңағы бір нәзік түртпейтін нәрселерді түртіп кетуіміз мүмкін да. Қиын негізі. Жаңағы бір жолға шығып, жолымыз бүйтіп жан-жаққа сан-салаға кетіп қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде мен бір нәрсені қозғағым келді. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Бұл жерде кімдер мүдделі, не мүдделі дегеннің астында бірақ нәрсені мен ойыма келеді. Қазақтың руханиятына идеологиялық ұлттық болмыс шатырының тірегінің құлауына бірақ нәрсе, қазіргі менің ақылыма келген нәрсе, ойыма келген жемқорлық деп ойлаймын. Осы ғана балта шауып тұрған секілді. Өйткені әрқайсымыз құлқынның қамы болғаннан кейін, құлқынның соңынан кеткеннен кейін ертеңін ескеруден емес, жаңа айттыңыз ғой, мүдде жоғары тұру керек. Өзімізді ескергендіктен езіліп жүрміз бе деген бір ой туындайды. Бұл үлкен зардаптардың бірін айтып кеттіңіз. Бірақ жаңа шықаңның бір нәрсені бүлдіру үшін ол болу керек қой деген секілді. Біз жоқ жерде де бүлдіріп атқан секілдіміз. Мен дәл осы жерде бір кішкене кереғар пікір айтқым келеді. Себебі мына қазақтың жалпы кеңес үкіметі келгеннен кейін жаңағы шықаң айтып кетті ғой, тізіп кетті. Құндылықтар ауысты, тарих жоққа шықты, асылымыз арам болды, арамыз адал болды деген секілді. Соның барлығының ар жағында үлкен империяның саясаты жатыр. Кіші ұлтқа, бағынышты ұлтқа жасап отырған езгісі. Енді соны тәуелсіздік алғаннан кейін біз неге жалғастырып жатырмыз деген сұрақ келеді. Мысалы, біз Ахмет Байтұрсынұлы жазып берген тарих, мысалы, сол кездегілердің барлығы төте жазумен жазған. Оны қазіргі жаңағы әсіре адамдар оны араб деп айтады да, төте жазу. Таза қазақша төте жазу. Біздің тарихымыз қатталып төте жазумен біраз тұрды. Енді сол төте жазудан біздің халық бәрі сауатты болып жүрген адамдардың бәрі 91% дейін сауатсыз болып кеткені тарс еткізіп латынға ауыстырды. Әлбетте мен сіздердің барлықтарыңызды сауатты көз ашық адам деп есептеймін. Бірақ қайсыңыз қытайша білесіздер? Мен қазір мемлекеттік тіл Қытай деп жариялап жіберсем, екеуіңіз көріс оқырын адам болып шыға келесіз, дұрыс па? Ой, нихауды білеміз хотя бы десең. Иә. Енді қараңыз. Сөйтті да біздің негізгі тамырымыздан бір ажыратты. Одан кейін араға көп уақыт салмай кириллицаға ауыстырдық. Бұл екінші мәселе. Енді біз жақсы болсын, жаман болсын, алаштардан қалған мұраны бізге жеткізген Әуезовті, Байтұрсыновтан қалғаны бар, Жұмабаев бар, Кілең Шоғырдың ұлы дүниелерін тасқа басып тұрып кириллицамен толтырып қойдық қой қазір. Құдайға шүкір, білім базасы өткен кеткенге шолу жасайтын бар жерлерде тұр. Бірақ енді бізде тағы ақырын латынға ауыстырып жатыр да. Бұл қаншалықты керек екенін мен шын саяси бір тұлға түсіндіріп берген жоқ. Не ұтатынымызды бұдан, қандай ұтылыстары бар екен, және немқұрайлы. Мен тіпті сіздің мына осы подкастыңызға келетін кезде қандай киім киіп келетінімді, қай жолмен келетінімді ғана ойлап келем ғой ең болмаса. Жаңа кешігіп келсем де. Біз сондай ұлттың руханиятына, оның келешек нақты қай бағытта дамып, ұлы ел болып қаламыз ба, қалмаймыз ба, тіпті тірі болып қаламыз ба, қалмаймыз ба мәселесі шешілетін өте сондай бір сындарлы тұста
қалай болса солай қабылдай салдық қой, білесіздер ғой. Мынаны осы алфавитті қабылдадық дедік, оны мына жақтан шын ғалымдар мынау не сұмдық деп жатты. Сол әлі сиыр құйымшақтанып, бюджеттің сіз айтқан жемқорлығымен керемет миллиардтағандарды бір шайып алған мәселе тағы көрініс береді. Ал енді шыққа сіз айтыңызшы, қалай жоқ деп айтасыз? Қазақтың тілінің дамымауына бір кәдімгі бір мүдделі топтар жұмыс істеп отырған секілді көрінеді маған. Көрініс береді. Енді кезінде асылды арам қылып шығарған кезде ол жайдан жай бола салған жоқ. Иә. Қазақтың асылдарын қырып тастады. Қазақтың даласы түрмеге айналды. Иә. Кілең жалпы Бұқара аштық көрді. Көрдіңіз бе, қандай катаклизмдерден өтіп бойсұнды. Енді жаңа ұрпақ өсіп шықты. Басқа формация, басқа құндылықтармен. Ал енді тәуелсіздік алғаннан бері қарай ондай кесіп тастай алмайсыз ғой енді. Өзіңіздің қолыңызды өзіңіз кесіп тастай алмайсыз. Саясатта нақты бағытты көрсетіп берген жоқ. Біз мәселен компасқа қарап, солтүстікті көрсетеді компас. Біз былай жүруіміз керек деп ешкім анықтап берген жоқ. Біресе былай жүреміз, ең жүріп келе жатқанда жоқ, былай жүруіміз керек екен деді, былай жүруіміз керек екен деп. Бір Кови деген автор бар. Жасампазның 7 дағдысы деген кітап жазған. Сол айтады да, қанша жылдам жүргеніңіз маңызды емес дейді. Қандай бағытта жүргеніңіз маңызды дейді. Мәселен, бір жарға сатын қойып қоясыз да, кәдімгіз бар күшіңізбен тыраштанып шығасыз ғой. Күшіңізді құртып, былай қараған кезде экономикадағы ақшаны құртып. Ал сол жар ма сіздің шығатыныңыз? Жоқ, мына жақтағы жар шығар, мүмкін. Міне әңгіме сода. Ал қазақ тілінің мәселесіне келсек, жаңағы латыншаға ауысу қазір енді саябырсыды ғой, түрлі саясаты бар шығар астарында. Жалпы графика. Ал оның мазмұны сәл тереңде. Графика деген бетіндегі дүниесі, ал мазмұны оның астында. Қазақ тілінің мазмұнында, яғни қазақ тілінде ақпарат көп болу осы маңыздырақ графикасына қараған кезде. Түптеп келген кезде мына латын харпі, ол латын емес, кирилл харпі, сол латыншаның бір нұсқасы. Түптеп келгенде ол мынау грузиндердің, болмаса мына Шығыс Азия халықтарының, мына болмаса үнді жұртының графикасы сияқты бөлек дүние емес, сол табиғаты бөлек дүние емес. Сол атасы бір дүние. Сондықтан бұл жерде жалпы латын қарпіне көшу, мына бір құлдық сана деп айтылып кетті ғой енді. Мынау кеңес өкіметінің мұрасынан, солардың ықпалынан айырылу, мына өркениетті деп қабылдап жүрген батыс әлеміне бір қадам жақындау ретінде түсініп жүр. Бірақ әңгіме графикада емес. Оны графиканы түрлі өзіңіз тіпті анау сына харіптеріне қайтып келсеңіз де, ол тілде ақпарат болмаса, ол тілде ақпарат аз болса, мәселен, қазір осы әлемнің классикалық әдебиеттерінің көбі қазақ тіліне аударылмаған. Ол болмаса, ол графиканы ауыстыру, ол бетіндегі әңгіме да. Сондықтан біз мынау қазақ тілінің сапалы мазмұнын қалыптастыру үшін соған қазір көбірек көңіл бөлуіміз керек сияқты. Тек құр графикаға емес. Мәселен, әлемде 8 миллиард, үнемі айтып жүретін әңгіме бар. Әлемде 8 миллиард халық бар, 8 миллиард бас бар. 8 миллиард бастың ішінде әртүрлі ұлттар, ақылды адамдар бар, ғалымдар бар, жазушылар бар. Былай қарағанда адамзаттың ақыл ойы бір. Ақпарат концептуалдық түрде бір. Мүмкін түрлі тілдерде шығар. Түрлі тілдер, түрлі графикада жазылатын шығар.
бірақ оның түп тамыры бір ақпарат. Ана дегенді біреу мама дейді, біреу мазер дейді, испандар мадре дейтін сияқты да, оның түбі концепциясы бір. Ал қазақтар 20 миллион. 8 миллиардтың 20 миллион қанша бір пайызға жетер жетпес нәрсе. Міне сондықтан біз қалаймыз ба қаламаймыз ба адамзаттың ақыл ойын қазақ тіліне аударып беруге біз дамығымыз келсе мүдделіміз. Себебі жаңағы мәдениет те сана да ол тамақ ішкеннен, ауа жұтқаннан, су ішкеннен дамымайды. Мәдениет пен сананың қорегі ақпарат бұл. Ақпарат әлемде 8 миллиард бас ақпаратты жылда шығарып жатыр. Кітап болып мәселен 2 миллионнан астам ақыл ой шығады екен. Ол электрондық нұсқада, ол кітап, электронды нұсқада бұл тасымалдаушылар. Кезінде тасқа қашап жазған мәселен да, қағаз болмай тұрған кезде. Одан бері қарай теріге жазған, сосын папирустың қағазына жазған деген сияқты. Олар да тасымалдаушына графика сияқты дүние. Ертең мүмкін ақпарат электрондық тасымалдаушыдан биологиялық тасымалдаушыға айналуы мүмкін. Бір инъекция салсақ, ДНК-мызда сол ақпарат ақпараттың өзі ДНК-да сақталған ғой о баста. Былай қарағанда. Керемет болады. Әр қазаққа сала. Міне сондықтан бұл жердегі мына сырт емес та іші маңызды. Сондықтан біз негізгі күш жігерді жаңағы анау дұрыс па, мынау дұрыс па деген қоғамдық дискурс, қоғамдық талқылауда қажет шығар, бірақ оның мәніне көбірек көңіл бөлуіміз керек. Мәселен, YouTube болсын, барлық телеканалдар болсын, ондағы қазақ тілінің мазмұны бай болмаса, қазақ тілі қазіргі біздің ұрпағымыз, сіздің балаңызна, біздің балаларымыз, ол жаңа ұрпақ, біздер емес олар. Олардың дүниетанымы басқа, көзқарасы басқа. Егер оларға қазақ тілі қызмет ете алмаса, қазақ тілін құрал деп қарайықшы. Оның жаңағы мәдени басқасын алып тастап, ақпарат алу құрал деп қарайықшы. Мәселен, ағылшын мініп жүрсе, кәдімгі үлкен бір джип мініп жүрген сияқты. Ал қазақ тілде сол құрал, бір нүктеден екінші нүктеге жеткізетін құрал деп қарасақ, мәселен, біз бір Жигули ма, Москвич па, Запорож ба бір нәрсе мініп жүрген сияқты болады да. Қолдан жасалған арба секілді елестейді. Сондықтан біздің қазақ тілі қазір қазақ тілінде болашақ ұрпақ сөйлеу үшін, қазақ болып қалу үшін сөйлеу керек қой. Сол құралы мықты болу керек. Келісем. Ал құралы мықты болу үшін сол біздің балаларымызға қазақ тілі қызмет ете алатындай деңгейде болу керек. Қызмет ете алады. Солардың қажеттілігін өтей алатын деңгейде болу керек. Оны шеттен ешкім келіп істеп бермейді. Американ, орсын, Қытайын келіп істеп бермейді. Олар өзінің тілін тықпалайды. Біз ұлы едік деген ярлықты алып тастап, өзіміздің жоқ жетігімізді түгендеуіміз керек қой. Біз ұлы едік деген нәрсені, негізінде біз ұлы едік деген нәрсе көп жерде кедергісін келтіреді. Біз ұлт ретінде ұтылған ұлтпыз. Біз ұлт ретінде 300 жыл, одан кейін 70 жыл, 300 жыл езгінің былай қойғанда 70 жыл түрмеден шыққан адамбыз. Енді елестетіңізші, 70 жыл түрмеден шыққан адам, ол түрменің законымен ғана жүреді. Абай айтпақшы, закон деп сөйлейікші. Түрменің ғана заңына бағынады. Тілі феня болып кеткен. Оның дүниетанымы жаңағы понятие. Тырнақшадағы түрменің понятиясы. Енді сол 70 жыл түрмеден шыққан адам қалай бір-екі күнде түзеліп кетеді дейтін әңгіме болмайды ғой. Сондықтан әлгі алқаш адамдарға қойдыратын кезде мен жоқ анда-санда ғана ішемін дейтін адамдар қоя алмайды дейді арақты. Өзін мойындап, мен алқашпын, мен біттім, енді түзелуді бастауым керек деп. Өзінің алқаш екенін мойындаған адам қояды деген секілді, біз ұтылған ұлтпыз. Көп нәрсені беріп қойдық. Қабылдауымыз керек дейсіз. Қабылдауымыз керек та, енді қалай ел боламыз? Қай бағытта деп әр адам кішігірім мына жердегі сұр затына импульс беріп ойланса бір нәрсе шығады деп. Жалпы мен ойымша да қазақтар жалпы Құдай қарасқан қауым. Ерекше қарасқан. 3000-нан астам этнос бар екен. Енді қазақтың ұлт бар дейік, есептейікші, 3000-нан астам ұлт бар екен. Соның бірі қазақтар.
соның қазір мемлекет болып отырғаны, тәуелсіз мемлекет болып отырғаны 200-дің ол жақ бұл жағында. Енді біріккен ұлттар ұйымының мүшесі 194 пе ел ма? Иә. Қарасаңыз, осындай 9-шы әлемдегі 9-шы орын алатын жермен қандай катаклизмдерден аман қалып, былай қарағанда Құдай қарасқан ел. Былай оны қазақтың мықтылығымен де байланыстырады. Бабаларымыз мықты болған, жаңа қару сай болған деп. Менің ойымша, егер қазақтың жері шамамен табиғаты Еуропаныкіндей болса, мына жерде 40 ел отыратын еді осы жерде. Бұл жерде өмір сүру, өмір сүріп тірі жүрудің өзі өте қиын болған. Қазір мәселен осы астаналарда 40 градус қой, үйіміз жайлы, жып-жылы, соның өзінде тоңып жүреміз. Ал ол заманда мәселен киіз үйде осындай далада континентальды территория ғой. Мәселен мына Қытайды алайық. Қытайдың да жері үлкен ғой, осы бір 3-тікке кіре ма сондай? 4-ші орын. Иә. Соның 98%-ы мына оңтүстік шығысында ғой. Иә, бер жағындағы сайын дала 80% жері Бос жатыр. бос жатыр, елсіз жер. Елсіз жер. Сол сияқты біріншіден бізде Құдай қарасқан ел, жеріміз бар, әйтеуір қазір бүкіл әлем мойындаған еліміз бар деген сияқты. Енді оны бәлсініп отыратын қазір жағдай емес. Иә, өткенмен өмір сүруді қою керек. Енді болашақ қалай болады? Болашақты немен байланыстырамыз? Қазір енді қазірімізді біз шикізатпен байланыстырып отырмыз. Иә, осы біздің сатып отырған шикізатымызға сұраныс азайып қалсыншы, анау тас дәуір тас бітіп қалған соң аяқталған жоқ дейді ғой. Қандай күйде боламыз міне. Себебі біздің күнімізді көріп отырғанымыз біздің ақылымыздың арқасы емес, жердің астындағы шикізаттың арқасы. Міне соны пайдаланып, біздің несібемізді ақылымызға артуымыз керек. Мәселен, өткен ғасырда екі соғыстан Германияда, Жапонияда жеңілді ғой, жеңілген ұлт. Жеңілген ұлт қой, кеше ғана жеңілген ұлт. Бір ғасырда 2 рет жеңілді. Бірақ енді қазір барсаң, Германияға барсаңыз, болмаса Жапонияға мен барып көрген жоқпын, барып жүрген шығарсыз. Жаңа мәдениетіне қарасаңыз, біліміне қарасаңыз, жолына қарасаңыз, қай жағына қарасаңыз, жеңілген ұлт сияқты емес олар, жеңген ұлт сияқты. Сондықтан өткенмен өмір сүруге мүлде болмайды. Ол тұрғыдан толық келсем, болса болған шығар, бабаларымыз мықты болған шығар. Бірақ енді қазір шетелден адамдар келіп, өзіміздің қатарластарымыз келіп, бабамыз сұрамайды ғой. Өзіміз сұрайды. Минимум. Жоқ дегенде өзіміз сұрайды. Ал көбінесе біздің болашағымыз балаларымызға қарайды. Бабаларымыз болған шығар дедіңіз ғой, оны. Мен сол жұрт ренжісе ренжір, есекке теріс мінгізіп жібермес, ол бабаларымыздың өзі ұлы болмаған секілді. Біз қай бабаларды айтып отырмыз? Енді бұл жоқ, осы жерде терең мәселе, айта салайын. Ұлы болсақ біз, жаңа сіз айтқандай, адам тұрмайтын жерге қысылып, біздің өзі бір орманымыз 5%-ға жетпейді, былай. Бір адам жарысынан көбін өртеп біттік дейсің ғой. Неге аттарын айтпай қояйын қалаларды? Неге беріп қойдық? Сол бабаларымыз ұлы болса. Қандай ғаламат жерлерді беріп қойдық? Ең бірінші астанамызды ала салайықшы. Қазір басқа мемлекеттің қарамағында тұрған. Төле би жатқан жеріміз бар. Мына жақтағы бүкіл аты жөні қазақша Қорған, Сарытау, қалың омбысы бар, басқасы бар. Ұлы болсақ қалай беріп қойдық? Одан арырақ жүрсек, Керей Жәнібектерге барамыз. Олар бөлініп естері кетіп жатқан шақ. Одан жоғары шықсақ, жаңа Алтын Ордаға барамыз. Алтын Орда ғой дейме біздің ұлымыз деп айтатын кезіміз. 300 жылына көршілерге қайнап тұрған кезде. Ал басқа қай кезде ұлық дейміз? Сондықтан біз ұлы едік, деп көкірек тұрғаннан гөрі, біз байқұс едік. Қалай ұлы боламыз деген нәрсені алдыға қою керек. Біз ұлы едік дегеннен гөрі біз байқұспыз. Қазір, міне, фактически қазір байқұспыз деп мойындауымыз керек. Шынын айтқанда, сіз айтқандай шыққа, біз қашанғы донор болып отыра береміз.
сырье дейді ғой, шикізаттың үстінде қашанғы еміп отырамыз. Ол газ таусылбай ма, ол мұнай бітпей ма, олар біткеннен кейін біз, Құдай сақтасын, біз шынын айтқан кезде қазір таза паразитті жағдайда отырмыз да. Біз анау келер ұрпаққа тастап кететін дүниені қазір жеп бітіріп, оларға ең болмаса не қалдырамыз біз? Енді Нұреке, сөзіңізге де жаны бар. Бұл әр қазақтың санасы бар. Қазақтың жүрегін толғандырып жүрген ұлылық болды. Енді болғанмен өлгенге шара жоқ дейді. Болған нәрсе өтті. Өлген келсе де ештеңе істей алмаймыз. Өткенге салауат. Боларына жүруіміз керек деп ойлаймын. Мынау Рыспанбет палуанның бір сөзі бар. Таудай талап, бармақтай баққа құл болмайды дейді. Қазір мен қазақпын, бағым бардың заманы емес, талабы бардың заманы. Талабың бар ма? Білімің бар ма? Дүниең бар ма? Санаң бар ма? Парасаттылығың бар ма? Соның заманы. Технологияны түсінесің бе? Игересің бе? Ал жаңағы мен бағым бар, мен ұлы халықтың ұрпағымын деу, бір американистқа, бір неміске, бір қытайға қызық емес. Қоя салшы айналайын дейді. Жалпақ тілмен айтқанда. Оқпайды да ғой ондай. Оқпайды да, сен кімсің деген секілді. Бүгінгі подкастымыз күшті тақырыптардың төңірегінде болды деп ойлаймын. Әрине уақыт бізге бағынбайды. Ұзақтан жол сермеп, қол сермеп отқан жандар да бар. Сондықтан уақытты көрсетіп отқан, енді уақыттың, сағаттың тілі уақытты көрсеткенмен механизміне байланысты. Сағаттың тілі уақытты көрсеткенмен механизміне байланысты. Механизмі ұрпақтың болашағымыз деп меңзеп тілі көрсеткенмен, оның механизмі кім? Ұлттық идеология, біз бен сіз, ата-ана, қоғам, мемлекет. Сондықтан жастарымыз, мен әлде айтам, жарып шығатын жаңағы бұл қазақтың топырағы құнарлы еді. Сәл гербицидті, фунгицидті жетпей қалды деп ойлаймын. Мен енді ауыл шаруашылық тілмен айтып отырмын, сол саладамын ғой. Фумигация сәл. Соны сәл көбейтсек, ол да сіз бен біздің міндетіміз, парызымыз. Бұл біздің қазақтың топырағына әлі Ахметтерде, Кенесары, жаңа сіз балаңызбен ұрсып жүрген Кенесары да шығады деген үмітпен сананы оятайық, тектілік көтеріп, тектілік көрсетіп ту көтерейік. Мына енді бүгінгі басты тақырып кітап болғандықтан, құрметті ағайын, кітаптың өзі жеңіл болғанмен, ішіндегі дүниесі, білімі, бағдары ауыр келуі мүмкін. Алайда көтере алсақ, өміріміз жеңілдейді. Дәл солай құндылықтарымыз, ұлылардан қалған өсиеттеріміз қазіргі болмысымызға ауыр келсе де, әр ертеңін ойлаған есті көтеруге мәжбүрміз ұрпағымыз үшін. Ұрпағымыздың жолы жеңіл болу үшін, сара жолын салу үшін. Сондықтан мәшһүрдің сөзімен тамамдайтын болсақ, бүгінгі подкастымызды: екі сөз, бір айтылды, бірі қалды. Уақ ақша таусылды, ірі қалды. Бар деген сөз аты өшіп тып-типыл боп, жоқ деген сөз бұл күнде тірі қалды дейді мәшһүр. Сондықтан барымызды, жоғымызды түгендеп, жоқпыз деп айтудан аулақ болып, ертеңіміз үшін бармыз дейтін текті азаматтардан, саналы азаматтардан болайық. Бір деммен көріңіздер, бір деммен тыңдаңыздар, бір демнің астына лайк басып, қолдау көрсетіңіздер, қазақ елі. Рахмет.